Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін YouTube каналымда керемет тәтті нанның рецептін шығардым. Бұл нанды банановый кекс немесе банановый хлеб деп те атайды. Қазақша атауын өзім қойып алдым тәтті нан деп. Ал жасалу жолы өте оңай. Банановый кексті жасау үшін 2 штук бананды вилканың көмегімен жақсылап тұрып ыдысымызға езіп аламыз. Оның үстіне 2 жұмыртқа салып, венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейінгі этап бұл бізде сары май. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында еріп тұрған болу керек. Ендігі кезекте массамыздың үстіне қантымызды салып, тағы да жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Дайын болған массаның үстіне орехымызды қосамыз. Менде мына жерде грецкий орех. Сіздер қандай орех қосқыңыз келеді, өзіңіз қалауыңыз бойынша қосуға болады. Ал енді соңғы кезекте ұн мен разрыхлительді алдын ала араластырып алып, жаңағы массамыздың үстіне 2 бөліп салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Достар, байқадыңыздар ма? Менің каналымда рецепттер өте қарапайым, тез пісетін, бюджетті, қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Сондықтан да егер де рецепттер ұнаватса, маған лайктарыңызды аямай, комментарий жазып кетіңіз, және де подписка деген батырманы басып кетсеңіз, алдағы уақытта менің басқа да рецепттерімді көре аласыздар. Мінекей достар, біздің тестіміз дайын болды кекстің. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, міндетті түрде үстіне осы тестімізді құйып, қызып тұрған пеште 160-170 градуста 50-60 минут пісіріп аламыз. Өте ұзақ піседі. Піскенін шпажканың көмегі арқылы білесіздер. Егер шпажканың басы құрғақ болса, демек біздің кексіміз пісті деген сөз. Міне достар, мен кексті формама салдым. Үстіне по желанию бананмен әсемдеуге болады. Мен бананмен әсемдеп, қызып тұрған 160-170 градус пешке салып қойдым. Достар, біздің кексіміз 1 сағат пісіп шықты. Дәмін айтып, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұны тек пісіріп көру керек. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.